Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі бірінші сабағымыз PowerPoint программасында мәтін және шаблон құру. Ол үшін ең алдымен PowerPoint программасын іске қосамыз. Пуск батырмасын басамыз. Менде ноутбукта пуск батырмасын басқан кезде мына PowerPoint программасының белгішесі көрініп тұрады. Мүмкін кейбіреулеріңіздің ноутбуктарыңызда PowerPoint программасы жұмыс столының бетінде ярлық болып белгіше болып тұруы мүмкін. Олайда іске қосуға болады. Немесе бұл PowerPoint программасы негізі Microsoft Office-тің құрамына кіретін офистік бағдарлама. Мүмкін сіздердің кейбіреулеріңізде сол офистік құрамның ішінде болуы мүмкін. Оны қалай көреміз? Пуск батырмасын басамыз. Все программы басқан кезде қарап тұрсаңыздар, мына жерде оқып шықсаңыздар, Microsoft Office деген, яғни офистің құрамына кіретін программа. Осыны басамыз. Басқан кезде міне офистің құрамына кіретін программалар шықты. Тіпті мына Microsoft Word-мызда осы офистің құрамына кіреді. Осы жерден қарап тұрсаңыздар, міне Microsoft Word PowerPoint 2010 деген. Міне осының үстін бір мәрте шертсек, сіздерге мынандай презентацияның программасының терезесі ашылады. Енді сіздерге ең бірінші айта кететін жайт, көп жағдайда естеріңізден шығып кетіп жатады. Ең алдымен жұмысымызды бастамас бұрын осы слайдымызды, PowerPoint программасын ең бірінші сақтап аламыз. Ол үшін қалай сақтап аламыз? Бірінші, төбедегі файл дегенге кіреміз. Файл, сохранить как деген, сохранить как, қалай сақтаймын? Міне сохранить как-ты басамыз, және имя файла, осы сақтап жатқан презентацияңызға, мысалы, ат беріп сақтайсыздар ғой, оны ертең ол бір документке барып түскен екен, оны тауып алу үшін, мысалы, мен қазір сіздерге санмен сақтай салайын, мысалы, 18. Және бұл сақтаған бұл файлымыз қайда тұрсын? Мысалы, ол тұратын орнын көрсетеміз. Мысалы, бірінші рабочий стол. Рабочий столдың бетінде имя файла 18, тип файла бұл презентация PowerPoint. Осылай, осы реттікпен, дәл мен айтқан реттікпен жасаймыз, және сохранить батырмасын басып қоямыз. Енді қарасаңыздар, ең төбе жағында бұл тақырып жолы деп аталады. Осы тақырып жолында 18 деп тұр. Яғни біздің мынау PowerPoint программамыз 18 деген атаумен сақталып тұр. Енді сіздерге осы жерде бір лайфхак айта кетейін. Жаңағы ашып сақтадық, енді ашып жұмыс жасап жатырмыз слайдпен. Сол кезде жасап жатқан кезде мүмкін жаңағы ноутбуктың заряды өшіп қалуы мүмкін. Кей жағдайда бұл істеген жұмыстарымыз сақталмай қалуы мүмкін. Немесе сіздер жаңағы компьютерде жазып отыратын болсаңыздар, ноутбук емес компьютерде жасап отырсаңыздар, мысалы свет өшіп қалған жағдайда, осы жасап жатқандарыңыз мысалы бірден өшіп қалып, ол жаңағы сақталмай қалуы мүмкін. Сіздің бүкіл еңбегіңіз сақталмай жоғалып кетуі мүмкін. Міне осындай жағдай болмас үшін ол автоматты түрде автосохранениеге қоюды айтып кетемін. Ол үшін қарап тұрсаңыздар, файлға барамыз. Осы жерде файлға барғаннан кейін параметры деген бар. Осы параметры дегенді басамыз. Осы жерде сохранение деген бар. Правописание, сохранение деген тұр. Осы сохранениені бір рет шертсеңіздер, сіздерде міне автосохранение каждый. Яғни әрбір жасап жатқанымызды мына жерде минут. Мысалы, менде қазір 3 минутта 3 минут сайын менің әрбір жасағанымды не істеп тұрады? Автосохранение, автоматты түрде сақтап тұрады. Мысалы, осында 2 минутқа немесе 5 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Мейлі жарайды, қазір 2 минутқа қойып қояйық. Әр 2 минут сайын не істеп тұрады? Ол өзі автоматты түрде сақтап тұрады. Өйткені жаңағыдай айттым ғой, свет өшіп қалған жағдайда, компьютерімізде жаңағы барлық жазғанымыз сақталмай қалу үшін.
окей батырмасын шертеміз. Немесе жаңағы жасап жатқан кезде, осы слайдтарда жасап жатқан кезде, мысалы екінші слайдқа, үшінші слайдқа келген кезде мына жерге төбесіне арасында сохранить деген батыр шығып тұр еді, теледидар сияқты. Осының үстін бір мәрте басып қойып отырсаңыздар да, ол не істеп тұрады? Автоматты түрде сіздердің жазып жатқан нәрселеріңізді сақтап тұрады. Ал енді ары қарай кеттік. Енді біздің жаңағы сабағымызға құрып жатқан слайдтарымыз, мүмкін ол 5 слайдтан тұруы мүмкін 3 слайдтан, мүмкін тіпті 15 слайдтан, мүмкін 20 слайдтан тұратын шығар. Енді осы слайдтарды қалай қосамыз? Мысалы, қазір бұл жерде бір слайдтан ғана тұр. Енді тағы бір слайдты қосу үшін қалай қосамыз? Ол үшін курсордың оң жағын басамыз. Сол кезде сіздерге создать слайд, яғни слайд құру. Тағы да оң жағына басамыз. Бұны қай кезде? Мынау осы слайдтың үстінде тұру керек, мынау жаңа курсор. Тағы да оң жағын басамыз, создать слайд. Немесе тағы бір жолы бар, міне создать слайд. Осы жерден, мысалы, титульный слайд дегенді бассақ та, міне көрдіңіздер ме? 4 слайд, тағы да создать слайд. Мысалы, пустой слайд дегенді де бассаңыздар, міне көрдіңіздер ме? Қанша слайд болды? Бізде 5 слайд болды. Енді мүмкін жаңағы 5 слайд емес, 4 слайд құратын болса, мысалы, 5-ші слайдымызды өшіретін болсақ, курсордың оң жағын басамыз. Осы жерге қарап тұрсаңыздар, удалить слайд. Міне слайдымыз не істеді? Өшіп кетті. Тағы да басып, удалить слайд. Міне 3 слайдтан құрылып тұр. Енді бірінші слайдымызды басып қоямыз. Мына жерге қарасаңыздар, заголовок слайда, подзаголовок слайда деген бізге қазір керек жоқ. Оны өшіріп тастау үшін мына курсорды, мына қоршалып тұрған сызықтың үстіне апарсаңыздар, 4 жағы 4 бағдарға айналған бағдар шығады. Осы кезде осының үстін бір мәрте шертсеңіздер, көрдіңіздер ме? 4 жағында мынандай белгілері бар, пайда болды. Осы кезде delete деген пердені бассаңыздар, міне жоқ болып кетті. Енді мынаны да тура солай үстіне бұлай апарып бір рет шертсеңіздер, немесе бұлай да бір рет шертіп сеңіздер, delete пернесін бассақ, міне жоқ болып кетті. Енді шаблондармен жұмыс жасауды үйренейік. Енді мысалы мына слайдымыздың фоны, яғни түсі. Бұл PowerPoint программасының өзінің дизайн бөлігінде сіздерге арнайы дайын шаблондар берілген. Сіздерге кеңесім, бұл шаблондарды қолданбасаңыздар да болады. Яғни қолданбай қойсаңыздар болады. Себебі бұл енді былайша айтқанда бір жақсы көрінбейді да. Ол үшін жаңағы біз жақсы бір анықтау фонды қою үшін өзінің жаңағы көптеген түрлері бар. Негізі сіздерге айтарым, слайд жасаған кезде міндетті түрде барынша осы ақ түсті қойғандарыңыз жөн. Өйткені жаңағы слайдқа мысалы бажырқай түстер, қып-қызыл, көкпеңбек, сапсары деген сияқты ондай түстерді негізі қоюға болмайды. Өйткені ол қойған жаңағы фонның, артқы фонның түстері мүмкін жаңағы оқушылардың бір назарын өзіне аударатындай болмау керек та, бажырқай емес. Жаңағы бұл негізі презентацияның негізгі мақсаты бұл жаңағы оқушыларға анық, түсінікті, бір анық суреттермен, сызбалармен көрсету. Сол үшін фонды қойғанда бір аса бір бажырқай фондарды қоймауларыңызға кеңес беремін. Енді мен сіздерге қазір бір осы онлайн кезінде бір ағылшын тілі мұғаліміне бір жасаған слайд бар еді. Қазір сіздерге соны көрсетсем. Так, бұл жерде бізде қателеспесем 16 слайд. Міне 16 слайдтан тұрады екен. Көрсетсем, бұл жерде біз тек қана мынандай артқы фонның барлығында мынандай ақ түстерді қолданғанбыз. Енді өзіміздің жаңағы слайдымызға келейік. Мысалы, енді мейлі ақ емес, мен негізі өзім көбінше слайдтарыма ашық түстерді қолданамын. Ол үшін мына жерде осы ақ бірінші слайдтың бетінде
курсордың оң жағын басамыз да формат фона деген тұр. Міне формат фона дегенді басамыз. Қарап тұрсаңыздар, міне градиентная заливка, рисунок или текститура, узорная заливка дегендер бар. Мысалы, градиентная заливкаға басып, осы жерде мына жердегі түстің түсін бассаңыздар, міне сіздерге көрсетіп береді. Бұл бірыңғай түстер. Мысалы, мына жердегі мынау дизайндағыдай емес, бұл жерде барлық бүкіл бетті бір ғана түспен алып тұрады. Немесе рисунок или текститура деген бар. Осы жерде текститураның жасындағы қасындағы кішкентай қараны бассаңыздар, осы жерде неше түрлі сіздерге текститураларды көрсетіп береді. Мысалы, мына біреуді. Бұлай көріп алсаңыздар болады. Мынаны бұлай төбесіне бұлай аппараттарда ұстап алып, мынақа қойып алып көрсеңіздер болады. Егер бұл болмай жатса, басқа мысалы мынандай түсті қойсаңыздар, көріп аласыздар. Негізі жаңа айттым сіздерге, ашықтау түс градиентная заливкада мен көбінесе осындай ашық түстерді қолданамын. Мысалы, бұлай, мынандай түс, немесе мынау түс. Енді осының мына жерге қарасаңыздар, точки градиентна, бұның жаңағы көріп тұрсыздар ма, бұлай жылжытсаңыздар, мына ақ түс пен көк түс қалай барады, қай жерге қойған ыңғайлы, міне осылай осы жерден тарту арқылы өзіңіз түстерін қалыпқа келтіре бересіздер. Мысалы, жаңа ашықтау қыламыз деді. Енді бұл қазір бірінші слайдқа қойып тұр. Енді осы фондарды екінші және үшінші слайдқа да қою үшін, бірден қойып кету үшін применить ко всем дегені басып, закрытты бассақ, міне бірінші, екінші, үшінші слайдтарымызға бірдей фон шаблон қойылды. Енді мына екіншідегі өшіріп тастасақ та болады. Енді мәтін, мәтінмен жұмыс, мәтінмен қалай жұмыс дейміз. Енді біз слайд құрған кезде жаңа айтып өттім. Бірінші, мысалы, мектебіміздің атын жазу керек болады. Ол үшін вставка бөліміне кіреміз. Осы жерде Word Art деген бар. Осыны бассақ, міне сіздерге неше түрлі жазу үлгісі көрсетіп қойды. Қалаған, мысалы, біздің артқы фонымыз ашық көк болғаннан кейін, оған бір қара немесе қызылды аламыз, және осының ішіне делета пернесімен өшіреміз да қазақшаға қойып алып, мысалы, мектебімізді жазайық. Қара төбе негізгі орта мектебі. Міне, енді бұны жоғары жаққа қою керек. Оны қалай қоямыз? Осылай үстіне бір мәрте шертеміз, және мынаны курсорды бұлай апарсаңыздар, белгі шығады. Осы кезде осыны ұстап аласыздар да, міне жоғарыға қарай апарып қоясыздар. Енді бұл үлкен болып кетті. Енді оны размерін кішірейту үшін бұлай бояп аласыздар. Осылай, міне қараңыздар. Мұқият болыңыздар, бұлай бояп аласыздар. Бұл блокқа алу дейді. Сөйтесіздер да главная бөліміне бар. Мысалы, 54-те тұр екен. Мейлі жарайды 40-қа қойық. Немесе 36-ға қойық. Жарайды 40-қа қойық. Қаратөбе негізгі орта мектебі. Енді сіздерге айта кететін жайт, слайд құрған кезде оның ішіндегі мәтінді міндетті түрде Ариал деген немен жазуға кеңес беремін. Ариал. Себебі көп жағдайда Times New Romanмен жазып жатады. Ол негізі ол Times New Roman Microsoft Word'та, Word'та жазғанда қолданамыз, ал енді слайдта осы Ариал. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде мына мәтін бөлек, мына жерде мына сөз бөлек болып тұр ғой. Енді толық бұлай бояп аламыз, блокқа аламыз. Ариал. Міне.
Енді бұл мәтін жазудың бір түрі, иә. Енді екінші түрімен таныстырайын. Мынаны белгілеп алып, өшіріп тастап, енді екінші қалай тағы да мәтін жазуға болады. Ол үшін тағы да вставкеге кіреміз. Сол жерде фигуры деген бар. Осы фигурыды басып, мына жерде көріп тұрсыздар ма? А деген, надпись деген тұр. Осыны бір рет шертеміз да, бұлай үстіне қоямыз да, жазады. Мысалы, Қаратөбе негізгі орта мектебі. Міне, үстіне апарып, міне жаңа айттым, осылай ұстап аламыз да, жоғарыға шығарып. Енді шамалы бұның размерін үлкейту үшін міне бояп аламыз. Блокқа аламыз, осылай жетеміз да, мына жерден 32, жаңа айттым, арияға қойып аламыз да. Ұстап алып, міне орта тұсқа шамалап әкеп қоямыз. Енді мәтінді жазған кезде оның түсін қоямыз, иә. Сол кезде міндетті түрде слайд жасаған кезде кемі 3 түсті қолдануға кеңес беремін. Мысалы, мына жерге қызыл түсті қояйық, ол үшін жаңа айттым, бұлай бояп аласыздар. Бояп алу деген, мына курсорды осы қымның бас жағына қоясыздар да, ұстап отырып, осы сөйлемнің аяғына дейін бұлай тартасыздар. Міне, бұлай қарасаңыздар, А деген түрі, осының қасындағы төмен қарап тұрған бағдарды бассаңыздар, көптеген түстер бар, мысалы қызылды қояйық. Және бұны мына жердегі Ж, К-ны пайдалансаңыздар болады. Міне, мәтінімізді дайын Қаратөбе негізгі орта мектебі. Енді мектебі нүкте қояйық. Енді аты жөнін жазамыз, қайсы, мысалы осы фигураға кіріп осы надписпен жазса да болады, жаңа айттым, борт артпен жазса. Негізі осы мен өзім негізі көбінесе осы надписпен жазамын. Өйткені мына жерде әріптеріңіз көрінсе ме, тек мәтіннің өзі ғана түсіп тұрады. Енді келесі фигураға кіреміз. Келесі, үстінен бір мәрте шертеміз. Үстеміз да, так. Информатика пәні мұғалімі Қолғарова. Немере бұны енді қара түске қылайық. Бояп аламыз, арияға қоямыз. Сәл үлкейтіп, мына жерге қойып қоямыз. Көрдік ба? Мектебіміздің аты және өзіміздің атымызды жаздық. Яғни бұл слайдтың бірінші беті. Екінші бетіне енді жаңағы сабақтың тақырыбы, ставка, фигура, надписті басып, үстінен бір мәрте шертеміз. Жазамыз сабақтың тақырыбы. Бояп аламыз, ариалға қоямыз, және мөлшерін кетеміз. Міне, оны мына жоғары жаққа әкеп қоямыз. Сабақтың тақырыбы. Енді біз кемі 3 түсті қолданамыз деп айттым. Қазір қызыл, міне, және мына жерде қара, мына жерде де қара. Енді мына слайдқа тағы да өзгерту жасаймын, немесе бірдеңе қосып жазамын десек, осы слайдқа отырып өтіп жаза беруге болады. Одан кейін мына слайдқа өтіп жаза беруге, немесе мына слайдқа да жазу жазамын десеңіздер, мәтін жазамын десеңіздер, онда осыған жаза берулеріңізге де болады. Жалпы бүгінгі сабағымыз шаблон және мәтін. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыз.